әлеуметтік желі жөнінде тағы да. Жалпы әлеуметтік желіде мына дін қызметкерлері туралы, молдалар туралы, мына әзіл-сықақ, түрлі теріс пікірлер бар мысалы. Ол пікірлерге сіз не айтасыз? Негізі, кез келген нәрсеге дұрыс қарай білу керек негізі. Дұрыс қарайтын болсақ, мынандай нәрсені көруге болады. Молданы мақтау керек деген бір түсінік жоқ негізі. Молда да адам, ол да қателеседі. Оның қателіктерін айту деген бір кемшілік болып есептелмейді негізінде. Айтсын, орынды болатын болса. Бірақ мен көретінім көпшілігі орынсыз нәрселер айтылып жатады негізі. Соның үшін кейбіреу жала болып жатады. Ондай нәрселер көп мән бермеу керек. Өйткені Құран кәрімнің бізге үйреткен ас-сафх деген нәрсе бар. Сафх деген елемеу деген. Бұндай нәрселер елемеу керек. Орынды нәрселер өзі шешіліп отырады, орынсыз нәрселерде ол ығысып кетеді ортадан. Алайда мен өзім негізі тіл тигізіп, боқтап жатқаннан гөрі мақтап жатқанын көтере алмаймын негізі. Молдалар мақтап жатса, соны қайта көтере алмаймын. Бұл керек емес еді негізінде деп ше, бұндай нәрсе. Өйткені дін ұстанып жүрген адам істеген ісін Алла ризалығы үшін істеу керек. Және ол халықтан ондай мақтау сөз күтпеу керек. Және боқтау сөз келіп қалса да оған ренжімеу керек. Өйткені халық, көпшіліктің ішінен түрлі пікір айтушылар болады. Сондықтан мен бұндай жағдайларды қалыпты, табиғи жағдай деп есептеймін. Ондай нәрсе көп көңіл аудармаймын негізі. Содан кейін мен мысалға бір өзімде бір уағыз айтсам, оның астынан жаңағына пікір жазып жатады ғой. Пікір деген нәрсені ешқашан қарамаймын мен. Ол маған маңызды емес. Мен айтатынымды айттым, өзім дұрыс дегенімді. Ал енді ар жағында халық не деп жатыр, я болмаса анау былай деп боқтаптым, мынау мақтапты деген нәрсе ол маған соншалықты маңызды емес. Соның үшін мен ондай нәрсе көп мән бермеймін. Әңгіменің ашығы. Ұстаз, кейде қолымыздағы бар нәрсені бағаламаймыз. Қолымыздан кеткеннен кейін оның бағасын біліп жатамыз. Бұл Алланың қалауы ма, әлде біздің кемшіліктеріміздің өтеуі ма? Бұл нәрселерді енді біріншіден пендешілік, екіншіден ақымақтық деп айтуға болады негізі. Өйткені адам баласы қолында бар мүмкіндікті пайдаланамай, жаңа мүмкіндік кеткеннен кейін бар өкініп қалу, сан соғу деген нәрсе, бұл адамның кеш түсінуі, пендешілігі, барында қолда барды алтынның қадірі жоқ дейді қазақта, соны бағалай алмауы. Бауыржан Момышұлының сөзі бар, адам басына бақтың қонғанын емес, ұшқанын біледі деген. Адам қолында бар кезде шіренеді, ой, мен былай жасаймын, солай жасаймын деп, бірақ басынан бақ кеткен уақытта оның ешқайсысына шамасы келмейтіндігін түсініп, адам бейшара халге түсіп қалады екен. Соның үшін бұл жерде бұл ақымақтық немесе бейшаралық деп айтсақ, сондай деп айтуға болады. Пендешілік деп түсіне алмауы дер кезінде, алайда ақылды ойлана білетін адам дер кезінде ойланып, сол нәрсенің қадірін білген дұрыс. Кей кезде бұл қолдағы бар нығмет болған секілді жаныңызда жүрген адамдар. Тіпті керек болса ата-анасы. Адамдар ата-анасымен де тіл табыса алмай ұрысып жүреді, бірақ ертең дүниеден өте кетсе, соның орнын толтырмай жүреді. Бұл толмайды ғой орын ешқашан. Сол нәрселерде адам қадірін білген дұрыс. Мына кей кездерде мен бір кісілердің қайтыс болғаннан кейін жақсылығының айтылып жатқанын естіген кезде таңғаламын. Осы тірі кезде осыны сөйтіп айтқанда не болмас па еді осы деп. Айтқанымызда шіркін, сен негізі дұрыс жақсы адамсың. Айналайын, мына бетіңнен қайтпа. Я болмаса үлкен кісілер болатын болса, мынандай жақсылықтарыңыз бар, сол үшін сіз жақсы көреміз. Сіз осындай жақсы адамсыз деп айтса, адамның көңілі көтеріліп, мерейі үстем болып кішкене, ана айтып жатқан адамдарға кішкене махаббаты ашылып ол жақсы болар еді ғой деймін да. Бірақ біз өлгеннен кейін айтамыз, өкінішке орай. Бұның барлығы да жаңағы біздің пендешілігіміз, уақытысында дер кезінде нығметті, жақсылықты бағалай алмауымыздың себебі.